Ағайындар, тиктоктағы эфирді бөліп жатасыз ғой. Сол кезде өзіңіз ойлап қараңызшы. Егер де монетаңыз жоқ болса, лайк баса алмасаңыз, сіз гостиге сұраныңыз. Гости деген шақыру билет сияқты домалақ бар ғой, екі домалақ сияқты, ең бірінші тұратын. Соны басып қаласыз, болды. Сосын ағарай қабылдаңыз деп айтасыз, қосыңыз деп. Сол кезде мен қосамын. Егер сізді гости келмей тұрса, кейбір жаза алмайтын адамдар бар да, өте, мен уже байқап жатырмын, мүмкіндігі шектеулі жандар бар, білмейтін жандар бар, зейнеткер аға апаларымыз бар. Сондайларға гостиге кірсе, эфир көтеруге анағыдай монетаңыз болмаса, сіз септігіңізді тигізе аласыз. Ол қалай дейсіз ғой? Гостиде сізде егер 2000-нан жоғары 5000 адам болсаңыз, сіз 10 минут отырсаңыз да, сөйлемесеңіз де, ол эфирге сіздің досыңыз келеді. 5-6 дос болса да, олар мүмкін лайк басатын бар. Лүпіл ғой енді. Кейде бір-бірімізге өкпелейміз, реніш болмасын. Рамазан айы келатыр ғой, ағайындар. Кешіріп қояйық. Мен бәрін кешірдім. Мен де бір қателесіп кетсем, мен де кешіріп қойыңыздар, ағайындар. Бірақ менің әрбір бейнеролигімде екінші аккаунтымда Коля 872-870-87-де запись экраны сақталып қалады екен, ағайындар. Сол кезде сіздер әдейі түсіріп жатыр деп ойламаңыздар мені. Рахмет, сау болыңыздар. Екінші аккаунтым Коля Алексеевич, тағы осы аккаунт. Рахмет. Эфир бөлсек, таратайық, лайк басайық. Донаторлар көмектесек мұқтаж жандарға. Рахмет, айтуға оңай. Сіздің үлесіңіз осы ақшаңыз жоқ болса да, мүмкіндігі шектеулі жандарға, үй беретін азаматтарға септігін тигізуге болады. Неге десең, мен арқылы менде бір 10 отбасы бар да. Арқалықта, мысалы, Степногорскте немесе Маңғыстауда бар шығар ондай азаматтар. Сондайларға үлестеріңіз тиеді. Сіздер өздеріңіз ойлап қараңыздар, кімге қанша атып жатсыздар. Көп атып жатсыздар да сіздер да. Сіздер ойлап қараңыздар, аспаннан шамалы жерге түсіңіздер. Оны мен айтып отқан, Коля Алексеевич. Сенбесеңіз қараңыз. Менің эфиріме кіріңіз, қараңыз.